саламатсыңдар ма, оқушылар? Отыра қойыңдар. Сабаққа дайынбыз ғой, солай ма? Өте жақсы. Балалар, өздерің қазір 21 ғасырда бейбіт заманда, тәуелсіз мемлекетте жақсы өмір сүріп жатырмыз. Солай ма? Сендерге бір ой тастағым келіп отыр. Сәбидің бәрі бақытты болуы үшін жаралған. Келсеңіз бе? Сәби бақытты болса, әлем бақытты. Солай ғой? Бірақ, сәбидің бақытты болуына кедергі келтіретін қандай жағдайлар болуы мүмкін? Біздің бақытты болуымызға. Ержан? Соғыстың болуы. Соғыс ең бірінші кезекте халықтың тыныштығын ұрлайды. Солай ма? Өте жақсы. Данияр? Ашаршылық? Өте жақсы. Сәнбек? Надандық дейді. Жақсы. Самат? Балаға қол көтеру. Бұл да баланың бақытты болуына кедергі келтіреді екен, Міне, әрбір сәби бақытты болу үшін жаралған десек, осы бақыттан баланы айыратын неше түрлі себептерді жаңа өздерің ғана атадыңдар. Сол себептердің бірі біз қазір сонымен танысайық. 4 часа утра. День объявления войны. Германские войска напали на нашу страну. Не балалар, өздерің жаңа ғана бейнероликтен тамашалағандай, жаңа Ержан айтқан балалардың бақытты болуына кедергі келтіретін ең негізгі себептің бірі ол соғыс екен. Соғыс жағдайындағы жаңағы халықтың өмірін көрдік. Солай ма? Қаншама қираған қалалар, бас көтереді ер азаматтардың барлығының соғысқа кетуі, әйел аналардың ер азаматтың орнына жүріп жұмыс істеуі, соның барлығы балалардың алаңсыз білім алуына, бейбіт өміріне кесірін тигізеді екен. Міне, осы соғыс жағдайына байланысты жазылған шығарманың бірі Тортай мінер Ақбозат әңгімесі, авторы Оралхан Бөкей. Кейіпкермен таныспыз ба? Білеміз, соғыс жағдайындағы жетім баланың тағдыры бәрімізге де жақсы таныс. Өйткені Тортайдың тағдырының соғыс жас баланың тағдырын қалай өзгерткенін бәріміз куәсі болдық. Ал енді бүгінгі оқу мақсатымыз кейіпкерлер жүйесінің заманауи жаңашылдығын өзара салыстырып баға беру. Жақсы. Бұл әңгімедегі негізгі басты кейіпкерлер кімдер еді? Тортай және Ораш еді. Жақсы. Қандай мінездеме берген болар едіңдер? Тортайға. Самат? Тортай ақылды және адал болады. Ақылды, адал. Келсеміз бе? Сәнбек? Адамға тез бауыр басып болады. Тез бауыр басады дейді. Жақсы. Демек, ақ көңіл болды ғой. Және, Ержан? Зерек. Зерек дейді. Жақсы. Тағы, Тортайға қандайсыз? Жуас дейді. Жарайсың. Ал Орашқа қандай мінездеме берген болар едіңдер? Сәнбек? Жақсы дос болады. Яғни адал дос дегенге де жарайсың. Данияр? Қамқор. Қамқор дейді. Дұрыс. Рамазан? Мейірімді және олар тұрды ақсақ өмірге құштар болады. Жарайсың. Демек, біз білетін осы шығармадағы Тортай мен Ораш басты кейіпкерлер сіздерге үлгі бола алатын кейіпкерлер деп айтуға бола ма? Жақсы. Олай болатын болса, жаңағы өздерінің айтқан пікірлерімен міне сәйкес келе ме? Тортай қандай бала екен, Ораш қандай бала? Тортайдың тағдыры қандай болды? Ерте айырылды, жетім болды, Ал Ораш ата-анасы бар фермердің баласы болған екен, Жарайсыңдар.
Ал енді барлығымыз армандаймыз, қиялдың көк кілеміне мініп, бүкіл әлемді қиялымызбен шарлаймыз. Солай ғой? Ал Тортайдың арманы қандай еді? Ақбоз атқа міну. Қандай ақбоз ат еді? Иә, Самат? Білім ақбоз ат еді. Білім ақбоз аты дейді. Дұрыс па? Иә, сол білім ақбоз атына міну арқылы ол қайда, неге қол жеткізгісі келді? Рамазан? Ол жазушы болғысы келді. Түрлі шығармалар жазып, әлемге танылғысы келді. Дұрыс па? Жақсы. Және манадан айтылған ойлар, пікірлерді тыңдай отырып, сендерге мынадай сұрақтарды қойғым келіп отыр. Осы екі негізгі кейіпкеріміздің қайсысы арманына жетеді? Иә, Айдын? Ораш жетеді. Жақсы. Ал Тортай не себепті арманына жете алмады? Иә, Данияр? Ол жетім бала болғаннан. Жетім бала болғандықтан. Иә, Абайбек? Ол Тортай мектепке барғысы келді. Өйткені ол қасында еш жақыны болмады. Көмектесетін, қамқорлық жасайтын адамы болмады, иә? Иә, Ержан? Оның мектепке барып білім алғысы келді. Себебі ол жазушы болғысы келді. Бірақ оның арманы болмады. Себебі оның қолдайтын адамдары жоқ болды. Келісеміз ба пікірге? Жақсы. Демек, Тортайдың арманына жетуіне көптеген кедергілер болған екен. Ал енді Тортай арманына жету үшін, мақсатына жету үшін не істеу керек еді? Жаңа өздерің мінездеме бергенде айттыңдар, иә, жуас болды деп. Шын мәнінде мақсатына жету үшін жуастық танытты ма? Ол мектеп-интернатына барып білім алу керек еді. Демек, Орашпен кету керек еді дейсің ғой, иә? Жақсы. Және не істеу керек еді? Айдын? Жалқау болмай алдыға ұмтылып мақсатына жету керек еді. Иә, жақсы, рахмет. Салтанат? Тортай ол шыншыл болып, досы Ораш интернетқа өздерімен бірге шақырғанда, өзі интернетқа бару керек еді. Яғни досын тастамау керек еді дейсің ғой. Солай ма? Ораш алып кету керек пе еді? Жақсы. Бұл жерде сендер ойлап тұрсыңдар, сендердің пікірлерің. Егер Тортай сол кезде ауылда қалып қоймай, Орашпен бірге оқуға аттанғанда, мүмкін өмірі басқа арнаға бұрылар ма еді? Мүмкін шын мәніндегі арманына жетер ме еді? Жақсы. Ал Ораш не себепті оған көмек бере алмады? Иә, Ержан? Себебі Тортайдың қолдайтын адамы болған жоқ, және де оны интернетқа қабылдамайтын еді. Жақсы. Ал рахмет Ержан пікіріңе. Және не себепті көмек көрсете алмады? Иә, Салтанат? Орашқа Тортайға көмектесу үшін ата-анасы қарсы болды. Ата-анасы келіспеуі мүмкін деп ойлайсыңдар, иә? Жақсы. Не себепті ата-анасы келіспеуі мүмкін? Сарым? Тортайдың қасында жүрсе, Тортай сияқты болып ойлады. Демек, олар өздерінің баласын Тортайдан артық санаған болуы мүмкін, иә? Жақсы. Бұл жерде оқу ішінде қандай жағдайда да адамға жағдай керек. Тортайдың ет жақыны, алаңдайтын жақыны болмағандықтан да бұл оқуға бара алмады. Өйткені жаңа өздерің айтқан Орашпен оның болашағына алаңдайтын ата-анасы болғандықтан, Орашпен болашағы үшін олар баланы оқытуды жөн көрді. Бірақ енді ол менің баламның досы еді деп Тортайды да оқытып, бірге жетектеп жүруді олар мүмкін мақсат тұтпаған шығар. Енді келесі тапсырмамыз, топқа берілетін тапсырма. Екінші топқа хикая картасы, үшінші топқа хикая картасы, бұл қазіргі заман бейнесін жазады. Төртінші топқа тұжырым кестесі. Сіздер манағы өздерің сұрақ-жауап кезінде айтқан пікірлеріңді бір жерде жинақтай отырып, ойларыңды орындайсыңдар. Кім сөйлейді? Иә, Сәндірек? Тортай тәртіпті, ақылды, адалды, шыншыл һәм білімді, мейірімді, өз
тамағына ысырапшылдық жасамайды. Әке-шешесіне ерте айырылды. Жетім бала сүйсінті. Жасалып жан құмар. Әлеуметтік жағдайы төмен. Ораш әңгімешіл ферма меңгерушінің баласы ертегі тыңдауды жақсы көреді. Қарапайым бала, арманшыл бала, әлеуметтік жағдайы жақсы, сүйсінті, адал дос, оқуға күшті, ұқсастықтары, адал дос, білім күшті, Білімге құштар балалар, арманшыл, сүйсінті. Жақсы, жарайсыңдар. Кезекте екінші топқа берейік, сіздерге берілген тапсырма. Хикая картасы, яғни Тортай мен Ораш өмір сүрген замандағы әлеуметтік ортаның бейнесін сипаттау еді. Соғыстан кейінгі қиыншылықтар, халықтың әл-ауқаты қиын болды. Ата-анасынан айырылған Тортай өзінің арманына жете алмады. Бақытсыз бала кезеңдері, балалардың оқып білім алуына толық жағдай болмады. Ол заманда жетім балаларға жағдай жасылында бірақ салынды. Бірақ Тортай сол мүмкіндікті толық пайдаланбады. Жақсы. Бүгінгі заман бейнесін қалай сипаттады екен? Қазіргі заман бейнесі 21 ғасыр ақылмен жасасын заман болғандықтан қазір тек білім керек және де бейбітшілік пен тәуелсіз елдің қатарына кіреміз. Сондықтан оқып білім алуға барлық жағдай жасалынған. Және де 21 ғасырда жетім балалар қиналмайды, себебі олардың барлығына жағдай жасалған. Және де 21 ғасырда заманауи құрылғылардың өте көп. Соның арқасында біздің өміріміз жеңілдеді. Жақсы, жарайсыңдар. Ал енді соңғы топты тыңдайық. Төртінші топта сіздерге қандай тапсырма берді, Салихан? тұжырым кестесі. Орныңнан тұрып, достарына қарап, тапсырманы айта ғой. Соғыс кездегі балалар ата-анасынан айырылып, жетім, кедейдің күнін кешкен балалар көп болды. Мектепке бара алмай, білім де ала алмады. Қара жұмыс жасап күн көруді қиындап, онарды да таба алмады. Осының барлығы соғыс кезеңінің кесірінен болды. Қазіргі замандағы балалар оқуға, білімге деген мүмкіндігі көп. Біз тәуелсіз бейбіт заманда өмір сүрудеміз. Тегін білім аламыз. Мемлекетіміздің білім деңгейін өзге елге танытып, жоғарыдан көрсетуге мүмкіндігіміз өте көп. Тұжырым біз бейбіт заманда тыныш білім алып оқып жүрміз. Ата-бабамыздың көрген зардабын бізге бермасын деп тілеймін. Өте жақсы. Әдемі, жақсы, қорытынды жасаған екенсіңдер. Ал жақсы, келесі тапсырмамызды телефон арқылы орындаймыз. Wordwall сайты арқылы берілген тапсырманы ашайық. Міне, жарайсыңдар балалар. 10 ұпайдың 10-ын алдық. Сіздерге берілген тапсырманы өте жақсы, жоғары деңгейде орындап шыққандар. Енді сабағымыз аяқталуға жақын, кері байланыс жасайық. Самат? Бұл заманның балалары жағдайы қандай болды? Қазіргі заманның балалары жағдайы қандай болды? Соны үйрендің, білдің. Жақсы. Сырым? Қазіргі бейбіт заманға шүкіршілік ету. Демек, Тортайдан да, Ораштан да біздің алатын үлгіміз көп пе? Көп екен, балалар. Жақсы. Бүгінгі сабақта сендер кішкене болса да адами қасиеттің бір жұрнағын алып, өздеріне бір болашақта осы маған керек болар деген үмітпен сабақ алған болсаңдар, онда бүгінгі сабақтың текке кетпегені деп ойлаймын. Осындай бейбіт заманның қадірін біліп жүрейік. Міне, олай болса, үй тапсырмасын алайық. Менің болашақтағы арманым деген тақырыпта эссе жазу. Сол туралы эссе жазып келе қойыңдар.